Асханаға бару да қиямет екен. Мартин бірдемесін қағып кетем бе деп, жолындағы жыпырлаған нәрсенің бәріне секунд сайын сестене қарап, кібіртіктеп, әлсін-әлі кідіріп, сүрініп, бөгелумен болды. Асханаға аман-есен жете алсам болар еді деп зәресі қалған жоқ. Ақыры қыздың қасына барып отырды-ау. Стол үстінде пышақ пен шанышқы тым көп екен. Осынан бір ши шығарып алатындай есі кетіп, көз алмай қарап отыр. Ақыры жарқыраған көп заттардан көзі бұлдырады. Бұлдыр бірте-бірте көрініске айналды. Көзіне матрос кубригі елестеді. Міне, ол жолдастарымен бірге тұздаған етті бәкісімен турап, немесе қолымен жұлмалап жеп отыр. Қою бұршақ көжені бәрі бір ыдыстан майысқақ қалайы қасықпен ұрттап отыр. Мұрнына борсыған еттің иісі келді. Құлағына матростардың сылп-сылп тамақ жегені, кеменің сықыры естілді. Біз тамақты шошқаша жейді екенбіз-ау. Жарайды, бұл жерде абай болармын. Ас ішкенде ысылдап пысылдамауым керек екен ғой. Бұл есте болсын, деп ойлады. Сонан соң қасындағыларды айнала шолып өтті. Қарсы алдында Артур мен оның інісі Норман отыр. Сірә, қыздың ағалары болар деп ойлады. Іші жылып кетті. Бұл үйдің жандары бір-біріне қандай қадірлейді. Руфтың шешесін қарсы алғаны, екеуінің сүйіскені, құшақтасып қасына келгені есіне түсті. Өзінің туып өскен ортасында ата-ана мен баланың арасында мұндай елжіресу деген нәрсе жоқ. Ол да бір жаңалық. Дегдарлар тобының әдептегіден нәзіктігіне дәлел. Мынау жаңа көрген жат дүниенің тамашасы. Бұл оған үлкен әсер етті. Әбден риза болып жүрегі елжіреп кетті. Мартин ғұмыр бойы сүйіспеншілікке ынтызар жан еді. Оның аңсағаны да, арманы да сүйіспеншілік. Бірақ бұл кезге дейін махаббат бұйырмай, үнемі жалғыздықпен күн кешіп, қатал болып кетуі рас. Тіпті жаны махаббат тілейтін еш уақытта елеген емес. Қазірде сезіп отырған жоқ. Тек мына кісілерден жылы мейір, жарастық белгілерін көріп, көңілі толқып, міне, нағыз сыпайыгершілік, адамгершілік осы деп ойлады. Мартин мистер Морздың болмағанына қуанды. Руфпен, оның шешесімен, ағасы Норманмен танысқанымда жетер. Артурды аз да болса білем ғой, ал бұл жолы әкесімен де танысуым артығырақ шығар деп отыр. Бүгіндей еш уақытта да ауыр міндет атқармаған секілді. Тірінің азабы екен, маңдайы тершіді. Бұрын дағды қылмаған жайлардың әрдайым қыбын табамын деумен әбігер. Ең әуелі алдындағы асын сұғынбай әдеппен ала білуі керек. Қолы тиіп көрмеген құралдарды ретті жерінде ғана орнымен пайдалана білмек керек. Ол үшін ешкімге сездірмей әуелі бәрін байқап алуға тиіс. Айналасынан алған әсері мен байқаған жаңалықтардың бәрін ақыл елегінен өткізіп үлгеруі де шарт. Бір жағынан Руфке көңілі ауып отыр. Қыздың дәрежесіндей биікке қалай көтерілемін деп ойы шарқ ұрады. Көңілі алыста, көз айналасындағы кісілерде. Пышақ пен шанышқының қайсысын қалай ұстар екен деп ара-тұра алдындағы Норманға, немесе өзге біреуге көз қиығын тастап қояды. Бір жағынан әркімнің түр сипатын, мінез құлқын зердесін тоқып, оның Руфке қатынасын әбден анықтауға тырысты. Отырған кісілермен сөйлеспей, айтылып жатқан әңгімеге құлақ қоймай, ретті жерінде тиісті жауабын қайтармай тағы болмайды. Біреумен әңгімелескен кезде бұрынғы бейпіл ауыз болып үйренген әдеті бойынша жарамсыз сөз айтып қалмауын қадағалауы да керек. Осының бәрі аздай даяшы деген тағы бір бәле қыр соңынан қалмайды. Ол дыбысын сездірмей қасына төніп келіп, үнсіз мөлие қарағанда не айтып, не қоярын білмей сасады. Саусақ шылайтын ыдыс есінен шықпай қойды. Қайта-қайта ойына оралып, қандай болады екен, қашан әкелер екен деумен болды. Оған дейін естігені болмаса, көргені жоқ еді. Енді мүмкін 1-2 минуттан кейін көрініп те қалар. Ас артынан саусағын сумен шылайтын мырзалармен қазір бір столда отырған жоқ па? Олай болса, өзі де саусағын жылы суға малатын шығар. Оны ерекше абыржытқан тағы бір халі, өзін өзі қалай ұстауы керек.
қандай қалып көрсеткені жөн. Осыны ойлап әбден басы қатты. Кейде бұларға өзгеше бір мінез көрсетсем қайтеді деген ой келеді. Бірақ өмірімде танысып көрмеген, үйлестіре алмай, құр бекер ақымақ болып, ұятқа қалармын деп жүрегі дауаламайды. Осылайша ойы әр тарапқа жүгіріп, Мартин түскі ас үстінде біраз уақыт тым-тырыс тұйық отырып қалды. Тегі бұл қалпы Артурдың сөзін бекерге шығарғандай. Өйткені ол түскілікке бір тағы адам әкелем, абыржып жүрмеңдер, мінезі өте қызық жігіт, деп үй ішіне ескертіп қойған еді. Мұны Мартин білген жоқ. Руфтың ағасы бір өлімнен арашалап қалған серігі ұятқа қалдырар деп күткен жоқ. Тек өзін-өзі құбыжық көріп жабырқап, әрі төңірегіндегінің бәріне таң-тамаша болып стол басында отыра берді. Ас адамның арқауы ғана емес екенін жаңа түсініп отыр ол. Бұрын не ішіп, не жегенін елемей тұғын ғой. Ас ішу тек құрсақ толтыру, тойыну деп білетін. Ал мұнда мынау дастархан басында өзінің көркемдікке деген талғамына қанағат тапқандай. Ол ас алудың да эстетикалық мәні барын аңғарды. Айта берсе, парасатқа да жатқызуға болатын тәрізді. Өйткені ас үстінде ақыл ойы дамыл көрген жоқ. Осында түсініксіз немесе тек кітапта ғана кездесетін көп сөз естіді. Өзі ортасынан шыққан пақырлардың оған тілі келмес еді. Ал мына қыздың семьясы мүдірмей сөйлесіп отыр. Кітаптан оқыған не тамашаның бәрі шындық екен ғой деп ойлады ол. Арманына бүгін қолы жеткендей, қиялы өмір шындығына айналып кеткендей көрді. Бұрын тұрмыстың биік сатысына көтеріліп көрмеген Мартин өзіне жұрт назарын аударғысы келмей, көп тыңдап, аз сөйлейді. Қыз тіл қатса, «Я, мисс», не «Жоқ, мисс» деп, қыздың шешесі бірдеме деп айтса, «Я, мем», немесе «Жоқ, мем» деп қысқа жауап қайырып отырды. Қыздың ағаларымен сөйлескен кезде теңіз тәртібі бойынша «Құп болады, сэр» деп те қала жаздаған. Бұлай десе жұрт алдында бейшаралығын көрсетіп алмақ. Ендеше қызға ұнау үшін аузына сақ болуы абзал. Асылы кісі алдында кішірейетін не бар? Құдай біледі. Осылардың еш қайсысынан кем емеспін деп ойлады ол. Олар менен гөрі білімді, көп нәрседен хабардар екені рас. Бірақ мен де өмір тәжірибесінен осылардың бәріне сабақ беруге жараймын. Сөз арасында қыз немесе оның шешесі мистер Иден десе көңілдегі кикілжің ұмытылып, жайраңдап қалады. Қазір ол тоқтаулы, мәдениетті кісі болып отыр. Иә, әлбетте солай деп қойды ол ішінен. Және бұрын кітаптан ғана білетін адамдардың қауымында қатар түзеп отыр. Өзі де солай сықылды кітапқа жазылып, том бетінде шалқып жүргендей болады. Мартин Артур айтқандай тағы адам сияқты емес, қойдан да қоңыр көңілді. Қайта қай жерімнен мін табады деп ылғи қобалжумен болды. Тек сыр бергісі келмей, аузын сараң ұстағаны болмаса, ол сондайлық момын, ынжық, күйкі кісі емес. Жүріс-тұрысы секілді сөйлеген сөзі де оғаш. Минут сайын мүдіріп, күмілжіп, әр елдің тілімен шұбарланған сөз қорынан лайықты сөз таба алмай, тапса дұрыстап айтып бере алмай, айтса ерсі көріне ме, немесе түсініксіз болып жүре ме деп жүрексінумен болды. Тілі күрмеліп, ойындағы пікірін, көрген білгенін айтып бере алмағанына қынжылды. Қатырған жағасының қылғындырған сықылды тіл қысқалығы да еркін сөйлетпей, аузын буып отыр. Осылай тұншығып отыра беруге төзе алар емес. Шар құрған қиялы мен ой сезімі ішін өртеп, белгілі бір сөз бейнесіне келуге асықты. Осылай алағызып отырғанда, аузынан үйреншікті бір сөздің қалай шығып кеткенін абайламай қалды. Ту сыртында ебелек қаққан даяшы бір асты қайта-қайта алдына тықпалай бергесін, оны ысырып жіберіп, «Пау!» деп қысқаша қайырып тастады оны. Бағанадан бері аңдып отырған жұрт кенет тына қалысты. Даяшы табалаған адамдай жыртаң етті. Мартин біреу төбесінен ұрғандай секиді де қалды. Бірақ өзін-өзі тез билеп, бұл канака лұғаты, болды, жетер, деген мағынада, абайсызда аузымнан шығып кетіпті, деді. Руфтың қолына таңдана қарап отырғанын байқап, таяуда тынық мұхиты арқылы пошта таситын бір пароходпен келген едім, деді ол тағы да. Кемеміз жолда кешігіп қалып,
Пюджет шығанағындағы порттарда жанталасып жүк тиеуге тура келген. Тегі сонда мынау қолдарым жарым-жырым болып қалған ғой. Мен оныңызға қарап отырғаным жоқпын, деді қыз жалма-жаны. Мынау балуан денеңізге қарағанда қолыңыз тым нәзік екен, соған қарап отырмын. Тағы бір кемістігін бетіне басқандай жігіт қызарып кетті. Иә, жұдырығым кішілеу екені рас, деді ол қынжылғандай. Бірақ бұлшық еттерім тастай. Сілтегенім құр кетпейді. Біреуді ауыздан опырайта соқсам, қолым қанайды. Мартин бұл сөзді айтып салды да аңдаусыз әлдене сөйлеп кеттім-ау деп өкінді. Бұрын көрмеген, білмеген Артурға да ара түсіп, ерлік жасапсыз, деді Руф ұялтпайын дегендей. Жігіт қызарып кетті, бірақ оның себебін қыз түсінген жоқ. Мартин қыздың сыпайыгершілік жасап отырғанын сезді, риза болды. Бұған онан сайын масайрап, түк емес, тәйірі, деді ол. Менің орнымда кім болса да сүйтер еді. Артур оларға тиіскен жоқ. Қайта бәрі бірдей жабыла кеткен өздері. Мен де бара келіктім. Ой, сазайын бердім-ау. Не керек? Қолым жара болғанша соқтым. Бәлем, біраз тісін қақсам керек. Тегі өзім дұрыс жасағанмын. Соған енді қуанып жүрмін. Менің бір жақсы жерім осындайда. Мартин ағат кеткенін аңғарып кілт тоқтады. Аузын жабуға шамасы келмей аңырайды да қалды. Қызбен қатар отыруға, бір ауамен дем алуға тартымайтын жексұрын екенін сезді. Оның абдырап қалғанын байқаған Артур сөзін дереу іліп әкетті де, паромда болған оқиғаны бастан аяқ тағы баяндады. Бір топ мас бұзақы Артурға бас салғаны. Мартин иден оған болысып, бұзақылармен қырын жарақпан болғаны. Осы әңгіме үстінде мақтаулы жігіт оқиғаның бас қаһарманы қабағын қарс жауып, аңғал соқтығына ызаланып отырды. Қадыр мен кісілер алдында қайтерін білмей, бұрынғыдан бетер қысылды. Ойға қалды. Мыналарға қылығымның бәрі ерсі, өзім де жат, сөзім де жат. Бұл күмәнсіз. Ендеше еліктеуім керек пе, жоқ па? Ешкімге еліктей алмаймын. Расында да мәймөңкелеу, екі жүзді көріну оның әдетінде болған емес. Ондайға ары бармайды. Мейлі, тәуекел деп ойлады ол. Өз ауама өзім көшейін. Әзірше мырзалардан гөрі сұлу сөзге шорқақ екенім рас. Жүре бара жетіліп кетермін ғой. Қазір үн-түн жоқ, отыра беруге болмас. Сөйлеу керек. Әрине, ел құлағын елеңдете бермеу үшін сыпайы, жұмсақ сөйлеуге тиіс. Жұрт білгенді біліп, түсінбегенді түсініп отыр деп жалғанға жорымасын. Сондықтан ағайынды екі жігіт университет жайын сөз ете отырып, трик деген сөзді қайта-қайта айта бергесін Мартин иден. Трик деген немене? Деп сұрап қойды. Тригонометрия деген сөз, деді оған Норман. Жоғары математиканың бір саласы. Ал матика ше? Жұрттың бәрі Норманға қарап күлді. Ол математика, айталық арифметика деген сөз. Мартин иден басын шұлғыды. Ғылымның шетсіз шеңберіне көзі түсіп кетіп, қолы тигендей болды. Оның ұшқыр қиялы осы дерексіз ұғымды нақты бейнеге келтірді. Миындағы алхимикалық амал тригонометрия және математиканы және осы сөздер арқылы бейнеленген жалпы білім саласын табиғат көрінісіне айналдырды. Көзіне жасыл желектер мен орман алаңқасы елестейді. Жапырақ арасынан күн нұры төгіледі. Біресе өрмекшінің жібіндей селдірейді. Осының бәрі үлбіреген қырмызы перде жамылғаны, перденің ар жағында керемет кең дүние. Ғажайып романтика дүниесі жатыр. Ерлік іс жасауға еркіншілік беретін, ой қиял мен арманға өріс беретін кеңшілік сонда. Талапты жауапкершіліктің жаулап алуына жетерлік мол дүние сонда. Тағы бір ой қосарланды. Соның бәрін кім үшін жаулап алмақ? Әлбетте, алдында отырған лала гүлдей аяулы ару үшін. Бағанадан бері Мартин иден тағылығын көрсетсе екен деп аңдып отырған Артур көз тұндырған осы көріністерді бұзып жіберді. Мартиннің серті есінде еді. Тартынбай ойына келген бір әңгімені бастап кетті. Алғашында азырақ күрмелгені рас, көп ұзамай творчествоның қызығына еріп, өмірді өз білгенінше баяндауға тырысты. Ол контрабандистердің Алкион атты кемесінде матрос болыпты. Бір күні бұларды таможня қатері ұстайды. Мартин өмірді көре де,
көргенін айта да білетұғын. Буырқанған теңізді, кемені, ондағы адамдарды суреттегенде тыңдаушыларын еліктіріп, ертіп әкетті. Сезімтал нағыз суреткерге тән шеберлікпен оқиғаның алуан қилы құбылысы мен бұлтарыстарын ең қызығын, әсерлісін танып, таңдап алып, жорығы мол, бояуы қанық, қимыл қозғалысы қауырт сурет жасады. Өзіне ғана тән шешендігімен, шабытымен, құдіретімен жұртты баурап әкетті. Кейбір сорақы өмір шындығы, сөз тіркестері тыңдаушының құлағына қатқылдау тигенімен, әңгіменің дөрекі жері сұлулықпен, қайғылы халдер күлдіргі сөзбен, өткір тілді теңізшінің әзіл оспағымен араласып, үйлесіп жатты. Мартин сөйлеп отырғанда Руфь оған таңырқай қарады. Жігіт қызуы жанына жылы тиді. Көп жылдан бері өзіне осындай жылы мейір жетіспей келгенін сезді. Жанартаудай жігері тасып төгілген мынау дене сау денесі палуан Албырт жасқа асыла кеткісі келді. Бірақ бұл сезімге бой бермей әзер отыр. Бір жағынан жігіттен жерінеді де, оның күс-күс қолдарынан, қолының терісімен, жарық жұрығынан сіңіп кеткен тұрмыстық тосабы мен кірінен, тырсиған тастай бұлшық еттерінен, жағасы қажаған мойнынан, доғал мінезінен кірпідей жиырылады. Әрбір дөрекі сөзі құлағына, әрбір тұрпайы әдеті сезіміне түрпідей тиеді. Дегенмен қыз ойынша жігітті еріксіз тартатын бір сиқырлы күш бар. Санасына берік ұялағаны бұрынғы түсінігі бытыса бастағандай. Мартиннің романтикалық қызық өмірі қыздың дағдылы шартты ұғымын бекерге шығарғандай. Жігіттің күлкісін, қауіп-қатер туралы кекесін естігенде, оған өмірдің өзі бір қисынсыз қызық ермек секілді. Қаласа қынжылмай-ақ біреуге бере салатын ойыншық сықылды көрініп кетті. Ішкі үн: «Кәнекей, сен дағы өмірді ермек ет, азырақ алданып көр, еркелеп асыла кет мына жігітке, зауқың соқса мойнынан қысып-қысып құшақта» дегендей болады. Бұл желік жеңіл сезім қорықтайын деді. Өзінің тазалығын, мәдениеттілігін, жігіттен өзге артықшылығын есіне алып барып беркінді. Бірақ алданыш таба алған жоқ. Айналасына қараса, бәрі де әңгімені қызыға тыңдап отыр екен. Бірақ шешесінің көзінде бір үрей бар. Иә, бәсе, мынау қараңғылық дүниесінен келген келімсек әзәзіл ғой. Оның шешесі де аңғарыпты. Руфь қашаннан шешесі не айтса, оған бейілді. Мартиннің жалыны енді өртемейтін болды. Қыздың көңіліндегі қобалжуы саябырлады. Түскі астан кейін қыз жігітті қасына алып рояль ойнады. Ондағы бұлдыр ниеті жігіттің екеуінің арасындағы зор айырмашылықты аңғарту еді. Қыз саусағының күмбірі Мартинді мас қылды. Төбесіне найзағай түскендей болды. Жайқыны күш-жігерімен жан дүниесін тәнті тебірентті де. Руфьке ол сұқтана қарады. Қыз сықылды, бұған да екеуінің арасындағы терең ор кеңейе түскендей көрінді. Бірақ жігіттің ер көңілі сол, одан өтемін деп өршелене түскендей. Албырт жас, әсіресе сай сүйекті сықырататын музыка ойнап тұрғанда, алдымда әлдебір тосқауыл бар деп, ұзақты кеш соған үңіле қарап отыра берсін бе. Музыка әрқашанда асау шараптай сезімін қозғап, алағызып қиялын аспанға алып ұшар еді. Өзіне құдды қанат бітіргендей болатыны. Өмірдің солғырт тұманы серіліп, көз алдына қызықты сұлу дүние жарқырайтын. Әрине, ол Руфьтің ойын ұққан жоқ. Тек оның ойнаған музыкасы бұрын матростар кешінде естіп жүргені қияуы қашқан ескі пианиноның немесе керней оркестрінің құлақ тұндырған ащы шыңғырығына ұқсамайтыны анық. Бұл тәрізді музыка туралы кітаптан оқығаны бар да. Сондықтан үйреншікті би ырғағын естімегенімен Руфьтің ойнағандарын да ұнатты. Ара-тұра осы музыканың ырғағына ілесіп, мәнерін аңғарғандай болады. Көз алдында толқыған образдарды музыка толқынына үйлестіруге тырысады. Бірақ көп ұзамай екеуі екі жаққа тартып, быж-тыж болып бытырайды да кетеді. Аспандағы қиялы топшысына қайырылған құстай құлап түседі.
Бірде Мартинге осы қыз келемеш қылып отырған жоқ па деген ой келді. Себебі құлағына өшпенді үн естілгендей болды. Алайда клавишті қайта-қайта ұрғаны қыз саусақтарының не айтпақ боларын түсінген жоқ. Бұл ойын лайықсыз, әдепсіз көріп музыканы беріле тыңдауға тырысты. Міне, музыканың жан тербеткен сазы бірте-бірте билеп әкетті. Аспанға алып ұшты, тәні рухқа айналды. Көз алдында күн нұры құлпырды. Бәрі ұмтылды. Көптен көксеп жүрген белгісіз ғажайып дүниенің билігінде шарықтады. Танитын, танымайтын көріністер араласып, жарқыраған ой шытырына көз алдына кетпей қойды. Ол жері ыстық белгісіз бір елдердің гаванына барды. Теңіз төрінде түн тымырсығында тәнті ауасын талай сімірген оңтүстік аралдарының жұпар иісі келді. Біресе ол күн күйдірген шаңғытқан Аризона шөлінде ат ойнатып, айғай салып шауып келеді. Руф жігітке бұрылып қарағанда көркінен көңілдегісі танығандай болды. Ол мүлде өзге адам сияқты болып кетіпті. Қыз таң қалды. Жаңа ғана қасында отырған дөкір орашолақ орамсыз жігіт ғайып болып кеткендей көрінді. Үстіндегі олпы-солпы киімі, жара-жара қолдары, күн қаққан беті өзгермегені рас. Бірақ осының бәрі енді сырт көрініс, түрменің торы тәрізді. Қыз сол тор ішіндегі мылқау дәрменсіз ұлы жан дүниесін сезеді. Көңілін қобалжытқан сезімін айтып жеткізерлік сөз таба алмайды ол. Осының бәрі Руф кірпік қаққанша көріп үлгерген. Ебедейсіз, ерсіз жігіт заматта бұрынғы қалпына қайта келді. Бәсе, қиял екен деп күлді қыз. Бірақ әсері тез тарқаған жоқ. Мартин өз-өзінен қорашысынып қоштасу үшін қасына келгенде қыз Сүйін Берннің бір томын, оған қоса Браунингінің тағы бір томын берді. Осы тұста оның ағылшын әдебиеті курсынан Браунингіні оқып жүрген кезі еді. Қасына келіп рахмет айтып дабырлап тұрған Мартин бала сияқты еді. Қыз апасындай аяп кетті оны. Дөрекі жігіт торға түскен жан өзіне ерекше сұқтана қарап, әрі елжіреткен, әрі сескендірген еркек есінен шығып кетті. Алдында тұрған бір бала қожыр-қожыр тастай қатты қолымен қолын қысып тұтыға сөйледі. Бүгінгі сәт өмірімдегі ең бір тамаша күнім болды. Мұндайға мен үйренбеген адаммын, дейді ол сасқалақтап жан жағына қарап. Мынандай кісілермен, мынандай үйде бірге отырып бойым үйренбеген. Осының бәрі мен үшін жаңалық, ұнайды. Тағы да келіп тұрыңыз, деді қыз ағаларымен қоштасып жатқан жігітке. Мартин кепкасын басына киіп, табалдырыққа тарс етіп бір сүрініп шыға жөнелді. Ал айтшы қане, ұнады ма саған, деді Артур. Өте қызықты екен өзі, біз үшін мұндайлар таза ауа, салқын самал сияқты. Нешеде екен жасы? 20-дан 21-ге қарайды. Бағана сұрап білгем. Бұрын мұншама жас болар деп ойлаған жоқ едім. Демек мен үшін жас, үлкен екенмін ғой одан, деген ой келді қызға жатар алдында жақсы тілек айтып, ағаларымен сүйісіп жатқанда.